Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Мына алда келе жатқан ораза айы құтты болсын, тілеген ниеттеріміз қабыл болсын. Оразада таңғы сәреге, кешкі ауызашарға осындай керемет дәмді талқан дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, ұнап жатса пікір жазып, және каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ол үшін бізге осындай 300 грамм талқан, 100 грамм сары май, сгущенка, мейіз және аздаған сүт қажет. Алдымен талқанымызды осылай ыдысымызға салып аламыз. Енді осының үстіне 4-5 ас қасық сгущенка құямыз. Енді осыны араластырып аламыз шамалы. Енді осының үстіне 100 грамм еріп тұрған сары майды саламыз. Май бөлме температурасында жұмсақ болып тұру керек. Араластырғанда оңай араласады. Енді қолымызға осындай қалташа киіп, болмаса перчатка болса перчатка киіп, талқанды араластырамыз. Енді осының үстіне жылы сүт құямыз. Сүтіміз 4-5 қасықтай болу керек. Сонда талқан жұмсақ болады. Енді барлығын араластырып, майы бір келгі араласқанша араластырып аламыз. Енді осы дайындаған талқанның жартысына мейіз қоспаймыз да, жартысына мейіз қосып дайындаймыз. Мынау жартысы аздаған мейіз қосып дайындаймын. Араластырып аламыз. Міне осындай 20 штук талқан шықты. 300 грамм талқаннан. Сіздер де жасап көріңіздер, дайындаңыздар. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Неше түрлі тағамдар, пирогтар, салаттар түрлері бар. Пайдаларыңызға жарасын, ас болсын.